Қазақстандағы ұлттық егу күнтізбесі балаға қай жаста қандай екпе қажет екенін көрсететін маңызды бағдар. Қажетті ақпарат әрқашан қолыңызда болу үшін осыны сақтап қойыңыз. Туған кезде бала туберкулез бен Б вирусты гепатитіне қарсы қорғалмаған болады. Себебі анадан бұл ауруларға қарсы антиденелер, яғни қорғаныс берілмейді. Сондықтан перзентханада екпе алу өте маңызды. Бұл иммунитеттің негізін ерте қалыптастыруға көмек береді. Туғаннан кейін балада кейбір инфекцияларға қарсы анадан берілген антиденелер болады. Бірақ олар 2-3 айдан кейін жойылады. Баланы 2 айынан бастап қорғау өте маңызды. Сондықтан 2 айында бала 2 екпе алады. Біріншісі гексаксим, ол көкжөтел, дифтерия, сіреспе, полиомиелит, гемофилді инфекция және Б гепатитіне қарсы жасалынады. Екіншісі привинар, ол пневмокок инфекциясынан қорғайды. Бұл инфекция көбіне құлақ қабынуы мен өкпе қабынуына себеп болады. Иммунитет толық қалыптасу үшін екпелер кезең-кезеңмен жүргізіледі. 3 айында балаға пентаксим вакцинасы енгізіледі. Бұл 5 компонентті вакцина көкжөтелге, дифтерияға, сіреспеге, полиомиелитке және гемофилді инфекцияға қарсы жүргізіледі. 4 айында балаға гексаксим мен привинар қайта жасалады. Бұл көкжөтел, дифтерия, сіреспе, полиомиелит, гемофилді және пневмокок инфекцияларына, сондай-ақ Б вирусты гепатитіне қарсы қорғанысты күшейтеді. Гексаксим мен пентаксим бірнеше инфекциядан бірден қорғайтын заманауи біріктірілген вакциналар. Олар Франциядағы Sanofi Pasteur компаниясында өндіріледі және екпе санын азайтып, балаға түсетін стрессті төмендетуге көмектеседі. Ал пневмокок инфекциясына қарсы привинар вакцинасы ақш-тың Pfizer компаниясы шығарады. 12 айында бала қызылша, қызамық және паротитке қарсы ККП вакцинасын, полиомиелитке қарсы ауыз арқылы берілетін ОПВ вакцинасын, сондай-ақ пневмокок инфекциясына қарсы привинардың 3-ші дозасын алады. Маңыздысы, ОПВ екпесін тек құрамында инактивтелген полио вакцинасы бар гексаксим мен пентаксим екпелері алынғаннан кейін ғана жасау керек. 18 айында иммунитетті күшейту үшін пентаксим вакцинасы мен ревакцинация жасалады. Бұл соңғы доза инфекцияларға қарсы толық әрі тұрақты қорғанысты қалыптастырады. 24 айында, яғни баланың 2 жасында, балаға А вирусты гепатитіне қарсы вакцинация салынады. Бұл инактивтелген вакцина. Әдетте бала оны жақсы көтереді. Толық қорғаныс қалыптастыру үшін 6 айдан кейін бұл вакцинаның 2-ші дозасы енгізіледі. 6 жаста мектеп алдында балаға қызылша, қызамық және паротитке қарсы ККП вакцинасының 2-ші дозасы, сондай-ақ көкжөтел, дифтерияға, сіреспеге қарсы АБКДС вакцинасы салынады. Бұл екпелер бұрын қалыптасқан иммунитетті күшейтіп, оның ұзақ сақталуына көмегін тигізеді. 11 жаста адам папилломасы вирусына қарсы вакцина қыз балаларға салынады. Ал 6 айдан кейін осы вакцинаның 2-ші дозасы енгізіледі. Бұл екпе папиллома вирус жұқпасынан туындайтын онкологиялық аурулардан, соның ішінде жатыр мойны обырынан қорғайды. Айта кететіні, осы қазіргі кезден бастап бұл вакцинация, АПВ вакцинациясы 14-17 жастағы қыз балаларға да қолжетімді. 16 жаста дифтерия мен сіреспеге қарсы АДСМ вакцинасы салынады. Кейін әр 10 жыл сайын 26, 36, 46 жаста оны әрі қарай қайталап отыру қажет. Бұл екпе ересек жаста да осы инфекциялардан қорғанысты сақтауға көмектеседі. Екпе алу мерзімі өтіп кеткен болса, бұл вакцинаны жасауға болмайды дегенді білдірмейді. Мұндай жағдайда дәрігер жеке кесте құрып, соған сәйкес екпені қауіпсіз түрде жалғастыруға болады.